Барлығыңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын маффиндердің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге қажетті заттардың мөлшерін төменге жазып қалдыратын боламын. Ыдысымызға жұмыртқамызды, яғни сарыуыздан ақуызын бөліп, сарыуызын осылай бөлек ыдысқа аламыз. Оның үстіне сүтті, иісі жоқ сұйық майымызды құйып араластырамыз. Қыздар, біз осы массаның үстіне ұнымызды, яғни қопсытқышпен араластырып, алдын ала електен өткізіп қосамыз. Енді барлық түйіршіктері кеткенше жақсылап араластырамыз. Бізде біркелкі, ешқандай түйіршіксіз масса пайда болуы керек. Енді жаңағы жұмыртқаның ақуызына қантымызды салып, біркелкі, бір тегіс масса болғанша осылай араластырамыз миксермен. Енді оны жаңағы массамыздың үстіне 2-3 қасықтан қоса отырып, біркелкі етіп араластырып шығамыз. Қыздар, менің каналымда бұдан да басқа рецепттер бар. Міндетті түрде каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоңырауша белгісін қосып қоюды ұмытпаңыздар. Дайын болған массамызды осылай бір қасықтан салып шығатын боламыз. Енді осы кезде пешімізді алдын ала қыздырып бастаймыз. 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Кекстарымыз дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған жансая ас болсын.